Осы дематта мұғаліміміз мақал мәтел жаттап берсін деп еді. Мақал мәтел айтып бере аласыз ба? Айтсам айтайын. Сенің бұның дұрыс екен. Мұғалімің жөн айтыпты. Мақал мәтел жаттау жаман іс емес. Мақал мәтел жаттасаң жаман болмайсың. Бірақ бұл жерде Абайдың сөзін айтпай болмас. Абай да тура осы мәселені 29-шы қара сөзінде көтерген екен. Абай өзі бір дана адам ғой. Қазақтың данасы, дарасы. Оның қара сөзі өте күрделі. Ал інім, өзің ақыры сұраған екенсің, ендеше тыңда. Абай атамыз 29-шы қара сөзінде былай айтқан екен. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Қалауын тапса қаржанады, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз осы. Қалауын табамын, сұрауын табамын деп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді, жер өртеп шығарған аттың несі мұрат. 100 күн атам болғанша, бір күн бура бол дейді. Диваналықпен арып, шөмеңдеп, бір күн болған буралық неге жарайды? Періште алтынды көрсе жолдан таяды дейді. Ей, періштеден задаға еткір-ай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны ғой. Ата-анадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті. Ата-анасынан мал тәтті көрінетұғын андұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Ата-анасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Ата-ана шамасы келсе, мехнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма, ұрпағыма қалсын дейді. Ол ата-анасын сатқан соң Құдайға дұшпандық емес. Осындай білместікпенен айтылған сөздерінен бек сақ болу керек. Түсіндің бенім? Түсіндім ағай. Енді осы мақалдарды жаттап ал. Ердің ақтын еңбек шығарады. Ата-анаңды қанша рет меккеге арқалап апарсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Сен осы 3 мақалды білсең, дүниеде жаман болмайсың. Ешқашан жаңылмайсың. Түсіндің бе? Түсіндім ағай. Берген кеңесіңіз үшін мыңда бір рахмет. Түсінсең болыпты, жарайсың. Мына кітап Абайдың теңдессіз сөздері жазылған кітап. Осыны саған тартып берейін.